Питер Парк кішкентай бала өз үйінде жасырынбақ ойнап жүр. Жасырынуға тамаша орын іздеп жүріп, ол кездейсоқ әкесінің кеңсесіне кіріп, біреу әр бұрышты тінтіп алғандай, бүкіл бөлменің толығымен қирап қалғанын көреді. Абдырап, шошып кеткен Петр әкесін шақырады. Ричард Паркер, тамаша ғалым, бөлмеге кіріп, біреудің оның құпия зерттеулерін іздеп жатқанын бірден түсініп, құпия бөлімді тексереді. Бақытымызға орай, құпия файл әлі де бар, бірақ Ричард кірген адамның қайтып келетінін біледі. Сондықтан ол тез арада Питер мен оның әйелін Бен ағайға апарады. Және Ми апайдың үйі. Ричард Питерге олармен біраз уақыт тұруға тура келетінін айтып, уәде береді. Ол жақында оралады. Питер одан ата-анасымен бірге баруын өтінеді, бірақ Ричард бас тартады. Бірнеше минуттан кейін Питер оларды соңғы рет көргенін білмей, олардың кетіп бара жатқанын бақылайды. Бірнеше жылдан кейін Питер ғылым мен фотографияны жақсы көретін тыныш орта мектеп оқушысы болды. Флэш Томпсон оны үнемі мазақ етеді, бірақ ол ешқашан бас тартпайды. Бір күні Флэш басқа оқушыны ұрлай бастады. Сондықтан Питер араша түсіп, оны тоқтатуды бұйырды. Флэш бірден Питерге секіріп түсіп, оны ұра бастады. Жағдай ушығып кетпес бұрын, Гвен Стейси араша түсіп, төбелесті тоқтатты. Кейінірек ол Питерге біреуге араша түсу батылдық екенін, бірақ тәуекелге бару ең ақылды идея емес екенін айтты. Питер үйіне көгеріп оралғанда, Ми апай не болғанын сұрайды. Ол өтірік айтып, скейтбордпен келе жатып, құлап қалғанын айтады. Кейінірек Бен ағай Питерден жертөледегі сынған мұздатқышты тазалауға көмектесуін сұрайды. Олар қораптарды сүйреп бара жатқанда, Питер бала кезінен есінде қалған ескі былғары портфельді байқайды. Оны қолына алған сәтте, оған ата-анасының естеліктері толып кетті. Бен портфельдің Ричард Паркерге тиесілі екенін түсіндіреді. Ол жоғалып кетпес бұрын, оны бір бөлікте сақтауын өтінген. Питер әкесінің кәдімгі сөмкеге неге сонша мән бергеніне таңғалады. Бірақ Ми апай оған Ричардтың өз құпияларымен ешқашан бөліспейтін өте құпия адам екенін сабырлы түрде айтады. Питер портфельді ақтарып отырып, Ричардтың басқа ғалымның қасында тұрған ескі суретін тауып алады. Бен ағайдың айтуынша, бұл адамның есімі доктор Курт Коннорс. Ол Ричардтың ғылыми серіктесі. Ричард қайтыс болғаннан бері Коннорс ешқашан отбасымен араласпаған. Бұл Бен үшін әрқашан күдікті болып көрінетін. Бөлмесіне қайтып келгенде, Питер портфелінен Ричардтың құпия зерттеу файлы жасырылған құпия бөлімді тауып алады. Ішінде ол ыдырау жылдамдығының алгоритмі деп аталатын нәрсе туралы жазбаларды табады. Бірақ ол ештеңені түсіне алмайды. Келесі күні Питер Ричард Паркер мен Курт Коннорсты зерттей бастайды. Ол олардың генетикалық ауруларды жою үшін әртүрлі түрлердің нықсын біріктіретін революциялық жобада бірге жұмыс істеп жатқанын біледі. Ричард қайтыс болғаннан кейін жобадан бас тартылды. Бірақ Коннорс әлі де Ascorp Industries компаниясында зерттеулерін жалғастыруда. Шындықты ашуға бел буған Питер колледжге экскурсиямен араласып, Ascorpқа жасырынып кіреді. Ішке кіргеннен кейін ол күтпеген жаңалық ашады. Гвен Стейси сол жерде доктор Коннордың интерн дәрігері болып жұмыс істейді. Ұсталып, қалмауға тырысып, Питер үнсіз тайып кетіп, кездейсоқ Раджид Радқа соқтығысып, оның қалталарының еденге құлап кетуіне себеп болды. Оған оларды алуға көмектесіп жатқанда, Питер әкесінің құпия файлында пайда болған сол таңбаны байқайды. Питер қызық болып, Ратаның артынан жасырын түрде биоқабылдағыштарды әзірлеу зертханасына барды. Рата кетіп бара жатқанда, Питер ішке кіріп, керемет күшті биоқабылдағыштарды жасайтын жүздеген генетикалық түрлендірілген өрмекшілерді тапты. Жан-жағына қарап, Питер кездейсоқ жүйені өшіріп тастайды. Өрмекшілер қоршауларынан шығып кетті. Олардың бірі өлмес бұрын оны тістеп алды. Бұл арада Коннорс ротаға ыдырау жылдамдығының алгоритмін әлі ашпағанын айтады. Бұл әртүрлі түрлердің дыңысын қауіпсіз біріктіруді мүмкін емес етеді. Бірақ рот оған олардың уақыты жоқ екенін ескертеді. Өйткені Ascorp негізін қалаушы Норман Осборн өліп жатыр. Үйге қайтып бара жатқанда Питер кенет бір түрлі сезіне бастайды. Оның күші, рефлекстері мен сезімдері күрт артады. Метрода бір топ адам оны қорлай бастағанда, оның жаңа бейне қосылғылары пайда болады. Және ол оларды қалай түсінбей, көп көш жұмсамай ұшуға жібереді. Оның қабілеттеріне таңғалған Питер үйіне қарай жүгіреді. Келесі күні таңертең өзгеріс одан сайын айқындала түседі. Ол керемет күшті, қолдары кез келген дерлік бетке жабысады. Рефлекстері найзағайдай жылдам, тіпті ең кішкентай дыбыстарда мөлдір болады. Өрмекшінің шағуы оны өзгерткенін түсінген Питер әкесінің зерттеулерін зерттеуге қайта оралады. Оларды доктор Коннорстың жарияланған жұмысымен салыстыра отырып, ол ақырында ыдырау жылдамдығының жетіспейтін алгоритмін түсінеді. Питер доктор Коннорстың үйіне келіп, өзін Ричард Паркердің ұлымын деп таныстырады. Коннорс аңғалды. Ол бір кездері адамдар оны және Ричардты зерттеулері үшін мазақ етіп, оларды ақылсыз ғалымдар деп атағанын түсіндіреді. Бірақ Ричард генетикалық түрлендірілген өрмекшілерді жасағаннан кейін олар миллиондаған адамдардың өмірін өзгертуге, тіпті Коннордың жоғалған қолын қалпына келтіруге жақын екеніне сенді. Өкінішке орай, Ричард олар жұмысын аяқтамай тұрып қайтыс болды. Ал Коннорс ешқашан ыдырау жылдамдығының алгоритмін өз бетінше шеше алмады. Питер жетіспейтін формуланы қағазда тыныш жазып алады. Коннор оған сенімсіздікпен қарайды. Бұл мәселені қалай шештіңіз? Питер жай ғана, мен бәрін өзім анықтадым, деп жауап береді. Петрдің ақылдылығына тәнті болған Коннорс оны мектептен кейін Ascorp зертханасына қосылуға және бірге зерттеуді жалғастыруға шақырады. Питер бұл шешім олардың өмірін түбегейлі өзгертетінін білмей келіседі. Келесі күні кешке доктор Коннорс Петрдің алгоритмін зерттеп, оның зерттеулерінің ұзақ жылдар бойы тоқтап қалуына себеп болған мәселені ақырында шешіп жатқанын түсінеді. Оның жетіспейтін қолына қарап, бұл серпіліс оның аяқ қолын қалпына келтіруге мүмкіндік беретініне сенімді болады. Келесі күні мектепте Флэш басқа оқушыны тағы бір рет ұрады. Бұл жолы Питер бұл іске кіріседі. Ол Флэштің футбол добын алып, оны қайтарып алуға шақырады. Өзінің жаңа өрмекші қабілеттерінің арқасында Питер допты соншалықты жылдам жылжытады. Сондықтан Флэш оған тиіп үлгермейді. Флэш өзін ұятқа қалдыра бергенде бүкіл сынып күліп жібереді. Флэш ақыры оған қарай жүгіргенде Питер абайсызда ауаға секіріп, футбол добын тікелей қақпаға атып жібереді. Соққының күштілігі сонша, ол бүкіл сақинаны жарып жібереді. Барлығы аң-таң, бірақ тойлаудың орнына Питер жазасын алады. Ал Бен ағай мектепке шақырылады. Бұл Бенге әсер еткен жоқ. Ол Питерден Флэштің қорлауы шынымен бірдеңе шешкенін сұрайды. Питер Флэштің бұған лайық екенін айтады.
өйткені ол күн сайын адамдарды мазақ етеді. Бен Питердің мінез құлқына байланысты жұмыс кестесін өзгертуге тура келгенін түсіндіреді. Сондықтан Питер жұмыстан кейін сол күні кешке кетер алдында Мэй апайды алып кету керек. Сәлден кейін Гвен Питерді тауып алып, оның мектептен шығарылғанын сұрайды. Питер күліп, бұл жай ғана сабақтан кейінгі жаза екенін айтады. Олар үйге барар алдында біраз әңгімелесті. Үйге келген соң Питер жасырын түрде өзінің жаңа қабілеттерін сынауға бірнеше сағат жұмсайды. Ол қабырғаларды ұстай алатынын, керемет қашықтыққа секіре алатынын және өз күшін бұрынғыға қарағанда әлдеқайда жақсы басқара алатынын біледі. Әрбір жаңа қабілет оны одан сайын қуантады. Осыдан кейін Питер Аскорбте доктор Коннорсқа барады. Жасанды интеллекттің озық технологиясын пайдалана отырып, Коннорс кесірткелердің жоғалған аяқ-қолдарын қалпына келтіре алатынын түсіндіреді және ол бұл қабілетті адамдарға беруге үміттенеді. Ол Питерден жүйеге ыдырау жылдамдығын анықтау алгоритмін енгізуді сұрайды. Питер аяқтағаннан кейін модельдеу сәтті аяқталады. Содан кейін олар бір аяғынан айырылған зертханалық тышқанның формуласын енгізеді. Олардың таңғаларлығы жоғалған аяғы қайта өсе бастайды. Коннорс бұған әрең сенеді. Көптеген жылдар бойы сәтсіздікке ұшырағаннан кейін олар ақырында нақты прогреске қол жеткізді және ол Питерге шын жүректен алғыс айтады. Сол күні кешке Питер үйіне қайтады. Онда Бен ағай ашуланады. Питер Мэй апайды алып кетуді мүлде ұмытып кетті. Бен одан кешірім сұрайды. Ал Мэй оны тез кешіреді. Өйткені бәрі қателеседі. Бірақ Бен одан да маңызды нәрсе айтқысы келеді. Ол Питерге Ричард Паркер әрқашан біреуге көмектесуге мүмкіндігіңіз болса, мұны істеуге міндетсіз деп сенетінін айтады. Питер айқайлап жіберді. Оның айтуынша, егер әкесі бұған шынымен сенсе, ол жоғалып кетпей, өз ұлын өсіріп қалуы керек еді. Бұл сөздер оған қатты әсер етті. Ренжіген және ашуланған Петр үйден жүгіріп шығады. Мен уайымдап тұрмын. Оның артынан Бен ағай келе жатыр. Питер ішетін бірдеңе алу үшін дүкенге кіреді, бірақ ақшасы жетпейді. Кассир оны дөрекі түрде сыртқа шығарады. Бірер сәттен кейін oro кассадан қолма-қол ақшаны ұрлап кетеді. Питер оны оңай тоқтата алар еді. Бірақ кассирдің оған қалай қарағанын есіне алып, орнын қашып кетуіне мүмкіндік берді. Шарасыз кассир Питерден көмек сұрайды. Бірақ Питер салқын түрде, бұл менің проблемам емес, деп жауап береді. Бірнеше секундтан кейін oro көшеде тікелей Бен ағайға соғылады. Бен оны тоқтатуға тырысады. Мылтық дауысы естіледі. Oro қашып кетеді. Атысты естіген Питер сыртқа жүгіріп шығып, жерде жатқан Бен ағайды көреді. Питер шошып тізерлеп құлады. Ағасы оның қолында өліп жатыр. Және осы жан түршігерлік сәтте Питер өзінің өзімшіл шешімі бәрін қозғалысқа келтіргенін түсінеді. Бен ағай қайтыс болғаннан кейін Мэй апай қатты күйзеліске ұшырады. Полиция кісі өлтірушінің фотоботын жасап, оны табу үшін бүкіл қалаға плакаттар жапсыруға уәде берді. Питер осы плакаттардың бірін алып, қылмыскердің сол қолында жұлдызша татуировкасы бар екенін біледі. Ағасынан айырылудың азабын әлі де сезініп, Питер өлтірушіні өзі табуға бел буады. Сол түні Мэй апайдың ұйықтап жатқанына көз жеткізгеннен кейін Питер өлтірушіні іздеуге шығады. Ақырында ол сипаттамаға сәйкес келетін адамды тауып, оған шабуыл жасайды. Бірақ Питер жауап ала алмай тұрып, ер адамның серіктестері пайда болып, оны қуа бастайды. Питер шатырға қашып кетеді. Ол жерде күдіктіні ұстап алып, ғимараттың шетіне іліп қояды. Бірақ Питер қолын тексергенде, оның жұлдызша татуировкасы жоқ екенін түсінеді. Ол Бен ағайды өлтірген адам емес екенін біледі. Питер оны өлтірмеуге бел буып, оны кері тартып алады. Бірақ қашып бара жатқанда Питер төмендегі күрес рингіне құлап түседі. Қылмыскерлер оның жүзін көріп, келесі жолы оны алуға келетінін ескертеді. Сақинаның ішінде Питер өрмекші тәрізді масканы байқайды. Бұл оны ойға жетелейді. Үйге келгеннен кейін ол өзінің маскасын жасап, супер қаһарманның бейнесін жасай бастайды. Осы уақытта Питер Аскор биоүйлесімді технологиясы туралы жаңалықтар репортажын көріп отыр. Бұл материал соншалықты берік, ол ұшақтың салмағын көтере алады. Осыдан шабыттанған Питер өрмекші торына ұқсайтын қуатты материалды түсіре алатын және қаланы шарлауға мүмкіндік беретін құрылғы жасайды. Көптеген әрекеттерден кейін ол ақыры сәтті болды. Питер арнайы костюм жасап, өрмекші адам дүниеге келеді. Сол түні Питер көлік ұрлаушыны тоқтатып, өзінің жаңа қабілеттерін сынай бастайды. Ол қылмыскерді қорқытып, жұлдызды татуировканы табамын деп қолын тексереді. Бірақ тағы да айтамын, бұл дұрыс адам емес. Кенет полиция келіп, өрмекші адамды қылмыскер деп қателеседі. Олар оқ жаудырды. Бірақ Питер олардан қаруды тез алып, қашып кетті. Полицияның үлкен тобы оны бүкіл қала бойынша қуып жүр. Бірақ өрмекші адам қашып үлгерді. Питер үйге келгенде, Мэй апай оның жарақатын байқап, мазасыздана бастайды. Ол оның қайда бара жатқанын және оны кім ренжітетінін сұрайды. Бірақ Питер оған шындықты айтудан бас тартады. Мэй оған құпияны сақтау үшін әрқашан бір нәрсені құрбан ету керек екенін еске салады. Мейлі ол өзі болсын, тіпті әкесі болсын. Сонымен қатар Аскорбте доктор Коннорс Раджит Ратқа олардың экспериментінің сәтті өткенін мақтанышпен хабарлайды. Формула тінтуірдің жоғалған аяқ-қолын сәтті қалпына келтірді. Рата формуланы адамдарда сынайтын уақыт келді деп санайды. Бірақ Коннорс бас тартады. Ол оларға көбірек зерттеу қажет екенін айтады және мұндай эксперимент үшін өз өмірін қатерге тігуге кім өз еркімен баратынын сұрайды. Содан кейін Рата өзінің қараңғы жоспарын ашады. Оның айтуынша, олар мұны мемлекеттік аурухананың пациенттерінен бастап адамдарға айтпай-ақ тексереді. Коннорс оған қатысудан бас тартады. Рата оны қорқытып, Ричард Паркердің бір кездері мұндай идеяларға қарсы болғанын және оған не болғанын бәрі білетінін еске салады. Ол Коннорсқа егер ол ынтымақтаспаса, енді оған Аскорбта қажет емес екенін айтады. Кейінірек Гвен оған жақындағанда Питер үйіне қайтады. Ол онымен кездесіп, оны кешкі асқа шақырады. Оның оған деген сезімі қалыптаса бастағаны анық. Аскорбте Коннорс жоғалған қолына қарап, қауіпті шешім қабылдайды. Ол өзіне формуланы енгізеді. Бұл процесс ауыр, бірақ бірте-бірте оның жоғалған қолы қалпына келе бастайды. Коннорс нәтижеге таңғалып, бірден Ратамен байланысуға тырысады. Дегенмен, эксперимент күтпеген жанама әсерлерді тудыра бастайды. Және Коннорс оның ішінде бір нәрсе өзгеріп жатқанын түсінеді. Кешкі астан кейін Питер Гвенмен бірге далаға шығып, оған өрмекші адам екендігі туралы шындықты айтуға тырысады. Бірақ ол тырысқан сайын оны айтуға батылы жетпейді. Гвен оның мінез-құлқын біртүрлі деп тауып, кетуге бел буады. Бірақ ол кетер алдында Питер оны тоқтату үшін кездейсоқ өзінің веб атқышын пайдаланады. Гвен шындықты бірден түсінеді. Питер Паркер өрмекші адам. Бұл арада доктор Коннорс толығымен алып кесірткеге айналды. Раджит Ратты басынан өткен оқиғаға кінәлап, оны қалалық көпірден іздеді. Питер шабуыл туралы біліп, тез жетеді. Коннорс көліктерді көпірден лақтыра бастайды. Бірақ Питер оларды құтқару үшін торын пайдаланады. Ақырында Коннорс Ратаның көлігін тауып алып, оған шабуыл жасайды.
бұл оның суға құлап кетуіне әкеледі. Питер Радты да құтқарып қалды. Жекпе-жек кезінде формуланың әсері азая бастайды және Питер Коннорсты тоқтатуға тырысады. Бірақ ол басқа көлікте қалып қойған баланы байқаған кезде алдымен оны құтқаруды ұйғарады. Петр баланы құтқарып, аман есен әкесіне қайтарады. Ризашылық білдірген әке оның кім екенін сұрайды. Бұл өрмекші адам. Кейінірек Питер Коннорстың зертханасына барып, оның мүлдем бос екенін көреді. Ол формуланың алған үлгісін тауып алады. Бірақ оны анықтай алмай тұрып, Коннорс пайда болады. Коннорс Питерге жаңа жобада жұмыс істеп жатқандықтан барлық қызметкерлерге бір апта демалыс бергенін айтады. Сосын кетіп қалады. Питер кетіп бара жатқанда, ол олардың зерттеуіндегі дәл сол сынақ тінтуірін байқайды. Бірақ қазір тышқан кесірткеге айналды. Питер шындықты түсінеді. Формула ешқашан сәтті болған емес, ал доктор Коннорс кесіртке. Үйге қайтып бара жатқанда, Петр қаланың түннелдерінде қозғалатын жүздеген кішкентай кесірткелерді байқайды. Ол олардың Коннорсқа қарай бет алғанын түсінеді. Питер олардың соңынан еріп, Коннорстың жер астында құпия зертхана салғанын біледі. Сол жерде Коннорс формуланы өзіне қайта енгізіп, қайтадан күшті кесірткеге айналады. Ол өрмекші адамға шабуыл жасауға дайындалып жатыр. Екеуінің арасында қиян-кескі шайқас басталады. Коннорс әлдеқайда күшейіп, Питерді оңай жеңіп, оны ауыр жарақаттады. Олар суға құлап, Петрдің веб атқыштарын жойды. Қарсы тұра алмаған Питер кішкентай құбыр арқылы қашып кетеді. Коннорс зертханасына қайтып келгенде, Петрдің камерасының жерде жатқанын көреді. Оған жазылған есім оның назарын аударады. Питер Паркер. Енді Коннорс өрмекші адамның шын мәнінде кім екенін біледі. Осы кезде Питер ауыр жарақат алып, Гвеннің үйіне барады. Оның жараланғанын көрген Гвен оған дереу жараларын емдеуге көмектеседі. Кейінірек бұл екеуі біраз уақыт бірге болып, жақындай түседі. Жер астына оралғаннан кейін Коннорс қалыпты жағдайға оралып, қауіпті шешім қабылдайды. Ол кесірткеге ұқсап, жеңілмейтін болады деп сенеді. Оның жоспары жер бетіндегі әрбір адамды өзі сияқты жаратылыстарға айналдырып, ешкім әлсіз болмайтын әлем құру. Өз жоспарын жүзеге асыру үшін Коннорс Питер колледжіне барады. Шабуыл басталған кезде студенттер қорқып қашып кетеді. Питер әлі де сонда. Коннорс оған шабуыл жасайды. Бірақ Питер оның өрмекші адам костюмі салынған сөмкесін байқайды. Ол оны ұстап алып, тез киімін ауыстырады. Енді төбелес басталады. Питер Коннорсты торымен ұстап алады. Бірақ кесірткенің күші тым күшті және ол өзін босатады. Тағы бір шиеленісті жекпе-жектен кейін Питер шетке лақтырылады. Ол аяғынан тұрғанда Коннорс жоғалып кетеді. Питер туннелдер арқылы өтіп, Гвеннен қоңырау алады. Ол оған Аскорбке хабарласып, кеш болмай тұрып, антидот жасауға кеңес береді. Осы уақытта Питер Коннорстың шынайы жоспары туралы біледі. Кесіртке сары суды газға айналдырып, оны бүкіл қалаға тарата алатын Ганали құрылғысы деп аталатын машинаны пайдаланғысы келеді. Егер ол іске қосылса, әрбір Нью-Йорк тұрғыны өзін өзгерте алады. Питер бірден Гвенге жетуге тырысады, бірақ ол жауап бермейді. Уақыттың өтіп бара жатқанын түсінген Питер тікелей Аскорбқа бет алады. Осы уақытта капитан Стейси өз командасына өрмекші адамды қолға түсіруді бұйырады. Полиция оны бүкіл қалада болып жатқан хаосқа жауапты деп санайды. Доктор Коннор Аскорбқа қарай бет алды. Полиция қызметкерлері оны тоқтатуға тырысады. Бірақ Коннорс оларға трансформациялық газмен шабуыл жасайды. Бұл олардың кесіртке тәрізді тіршілік иелеріне баяу айналуына әкеледі. Питер де Аскорбқа қарай бет алады. Бірақ капитан Стейси мен оның экипажы оны тоқтатады. Питер оны бұзуға тырысады. Бірақ Стейси оған мылтық сілтегенде, Питер маскасын шешіп, өзінің жеке басын ашады. Стейси шошып кетті. Питер доктор Коннорстың Аскорбқа бара жатқанын және Гвеннің де сонда екенін түсіндіреді. Ол Стейсиге оны тоқтата алатын жалғыз адам екенін айтады. Питер кетер алдында бір офицер Стейсидің бұйрығын елемей, Питерді атып, аяғынан жарақаттады. Осы уақытта Гвен Аскорбқа жетіп, антидотты дайындай бастайды. Бірақ ол аяқтамай тұрып, доктор Коннорс келіп, Ганали құрылғысын алып кетіп қалады. Гвен антидоттың дайын екенін түсінеді. Жаңалықтарда барлығы өрмекші адамның кесірткені тоқтатуға тырысып жатқанын көреді. Бірақ жарақатына байланысты ол Аскорбқа уақытында жете алмауы мүмкін. Питер ұлын көпірден құтқарған адам хабарды көріп, көмектесуге бел буады. Ол достарын жинап, қаланың крандарын Аскорбқа қарай бағыттап, өрмекші адамға жол ашады. Питер крандарды көріп, оған біреу көмектесіп жатқанын түсінеді. Қалған күшін жинап, ол бүкіл қаланы аралап, Аскорбқа қарай жүгіреді. Ғимараттың ішінде Гвеннің әкесі пайда болып, оған үйге қайтуын айтады. Ол Петрдің өрмекші адам екенін біледі және одан көмектесу үшін оған антидот беруін сұрайды. Бірақ Гвен кетуден бас тартады. Доктор Коннорс Ганалидің құрылғысын іске қосып, сары суды машинаға енгізеді. Питер ақыры келіп, жоспарын аяқтамай тұрып, Коннорсқа шабуыл жасайды. Бұл екеуі соңғы шайқасқа аттанады. Коннорс Питерді оңай жеңіп, оның веб атқыштарын жойып жібереді. Ол Питерді аяқтағалы жатқанда, капитан Стейси келіп, Питерге қарсы тұруға көмектеседі. Стейси Питерге антидот беріп, Коннорсты жеңе алатынын айтады. Питер мұнараға көтеріліп, көлікке жетеді. Сонымен бірге Коннорс Стейсиді жеңіп, Петрдің соңынан ереді. Бірақ Питер бірінші болып шыңға шығып, сары суды антидотпен алмастырады. Нью-Йоркте жаңбыр жауып тұрғанда, көлік антидотты бүкіл қалаға тарату арқылы іске қосылады. Дәрі Коннорсқа жетіп, оны қайтадан қалыпты адамға айналдырады. Питер ауыр жарақат алған капитан Стейсиге оралады. Стейси оны дұрыс түсінбегені үшін кешірім сұрайды және қалаға өрмекші адам керек екенін мойындайды. Өлер алдында ол Питерге маскасын беріп, одан соңғы уәдесін беруін сұрайды. Гвеннен аулақ жүр. Питер келіседі. Кейінірек доктор Курт Коннорс тұтқындалып, капитан Стейсиді жерлеу рәсімі өтеді. Питер жерлеу рәсіміне қатысады, бірақ Гвеннен жасырынып жүр. Көп ұзамай Гвен Петрдің үйіне барады. Питер оған енді олар бірге бола алмайтынын айтады. Гвен бәрін түсінеді. Ол Петрдің әкесіне уәде бергенін біледі, бірақ Питер Гвеннен мәңгілікке алыстай алмайтынын түсінеді. Ол оған кейбір уәделерді бұзу керек екенін айтады. Екеуі ақыры татуласады. Питер өрмекші адам ретінде Нью-Йоркты қорғауды жалғастыруда және оның қаһармандық саяхаты шынымен басталады.